Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Дина. Бұл видео рецепте мен сіздермен ең дәмді әрі иісі бұрқыған синнабоны деп аталатын булочканың рецептімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен жылы сүт алып, оған құрғақ дрожжи қосамыз. Араластырып, қант тұзымызды қосып, кішкене демалдырамыз. Бөлек ыдысқа 2 жұмыртқамызды алып, араластырып аламыз да, алдыңғы сүт қоспамызға қосамыз. Осы қоспаға ерітілген сармайды қосамыз. Ұнды міндетті түрде ұн електен өткізіп алу қажет. Барлығын араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз кішкене қолымызға жабысып тұратын болады. Қамырды илеп болған соң, оны жылы жерге 1 сағатқа демалдырамыз. Ал мендегі лайфхак, қамыр тез көтерілу үшін мен 50 градус пешкеге қамырымды 40 минутқа салып қоямын. Қамырды тік 4 бұрыш жасап, оқтаумен жайып аламыз. Жайылған қамырға үй температурасындағы еріп тұрған сармай жағып шығамыз. Қант пен корицаны араластырып, бетіне сеуіп шығамын. Егерде корицаны ұнатпайтын болсаңыз, сіз дәнектерді, кез келген дәнектерді алып, ұнтақтап сеуіп шықсаңыз болады. Бірақ корица пісіп жатқанда үйдің ішіне керемет иіс бергені маған қатты ұнайды. Бетіне сеуіп болған соң, осылай рулет орап шығамыз. Осы рулетті бірдей бөліктерге кесіп аламыз. Бөліктерге кесіп алған соң, булочкаларымыз пісуге дайын. Осылай табаға салып алып, 180-200 градусқа жарты сағатқа салып аламыз. Өзімнің үй іші осы булочкаларды бетіне крем жағып жегенді қатты ұнатады. Бұл кремді сүзбелі ірімшік, сармай және қант ұнтағын қосып араластырсаңыз, керемет крем шығады. Синнабон булочкаларын кремсіз ақ бетіне сармай жағып жесеңіздер де, сармайды жақпасаңыздар да, қандай күйде дастарханға қойсаңыз да өте дәмді. Булочкалар дайын болды, оларды жылытып, бетіне крем жағып шығамыз. Достар, каналыма тіркеліп, рецепттер ұнаған болса, лайк, комментарий қалдырсаңыздар, өте қатты қуанып қаламын. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Дина. Келесі видео рецепттерден кездескенше сау болыңыз.